Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз түрік елінің пидесін үй жағдайында жасайтын боламыз. Менде 250 граммдық осындай посуда бар. Қамырының құрамына сухое молоко қосамын 100 грамм, 20 грамм тұз, одан кейін көз мөлшерімен сұйық майды қосатын боламыз. Және де ұн қопсытқыш мен 20 грамм қант қостым. Содан кейін осылардың барлығын жылы сумен иілеп, иіні қанғанша барлығын біріктіретін боламыз. Сіздерде осындай қолға жабыспайтын қамыр пайда болады, және де оны қайтарып илеуді обязательно ұмытпайтын боламыз. Так, бізде қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырды 3 тесті дайындауға болады, но мен бірақ бір тестісін дайындауды көрсетемін, және де бұны примерно өлшеп алған кезде 430 граммды құрады. Яғни шағын мөлшерде. Осыны барынша ұзынырақ етіп созып аламыз. Оқтаумен барынша жаятын боламыз, осы видеода көрсетілгендей қылып. Қамырымыз көтерілгенше алдын ала салмасын дайындап қоямыз. Салмасына тартылған ет, қандай көкөністер бар. Менің жағдайымда перец, помидор, жуаны қолданған болатынмын. Оларды майда етіп турап, біріктіріп, содан кейін пайдаланған жөн деп ойлаймын. Барлығын қосып болғаннан кейін тұз, бұрыш қосуды ұмытпаймыз. Және де осылай табамызды майлап аламыз. Бірінші қамырымызды орнатамыз. Ұзын етіп жайып алған. Және де бірінші астына сырды осылайынан турап, астына орналастырамыз. Астынан еріген кезде өте әдемі етпен сочетание болады. Және де дайын етімізді әдемілеп осылай бетіне орналастыратын боламыз. Осындай әдемі түрік елінің пидесінің әсемдеп болғаннан кейін формасын келтіріп 210 градуста 20 минутта пісіріп алатын боламыз. Содан кейін осындай маймен әсемдеп жағып қойсаңыздар өте керемет дәм береді. Ас болсын сіздерге.